Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге дәрігер-эндокринолог Назира Есмаханова. Бүгінгі тақырыбымыз гипотиреоз туралы болмақ. Гипотиреоз дегеніміз қалқанша без гормондарын тұрақты түрде төмендеуімен көрінетін клиникалық синдром. Гипо деген төмен деген мағынаны білдіреді, яғни қалқанша без гормондары төмен деген мағынада гипотиреоз деп аталынады. Егер гипер болған жағдайда, онда қалқанша без гормондары жоғары деген сөз. Гипотиреоз деген кезде тиреоздың белгілеріне шаштың түсуі, дене температурасының төмендеуі, ол адамдардың қол аяқтары мұздай жаурағыш болып келеді. Сонымен қатар көңіл күйдің тұрақсыздығы, яғни көңіл күйі бірде жақсы болып тұрып жылап жібере салады, немесе депрессияда жүреді, және ол адамдарда жаңағы АТФ-тің түзілу төмендіктен энергиясы төмен болады, яғни шаршағыш болып келеді, әлсіз болып келеді, жалпы бұлшық еттердің әлсіздігі болады, күнделікті істеп жүрген жұмысын орындай алмауы мүмкін, тез шаршап, ұйқышылдық болады, есте сақтау, концентрация, внимание оның бәрі төмендейді. Сонымен қатар артық салмақтың артуы, өйткені метаболизмнің төмендегендіктен артық салмақ қосыла бастайды. Дененің, аяқ-қолдардың беті кішкене ісіңкіреу болып тұрады, іш қату болады, кейбір ауыр жағдайларда сөйлеудің қиындауы, жаңағы тілін шайнап тұрған сияқты сөйлеу болады. Сонымен қатар жыныстық функциялардың төмендеуі, бедеулік, сонымен қатар этикр циклінің бұзылысы болуы мүмкін. Сонымен қатар терінің құрғақтығы, осының бәрі гипотиреоздың белгілері болып табылады. Сонымен қатар тағы бір айтып кететін жағдай, гипотиреоз бет әлпетін өзгерте алады. Маски гипотиреоза деген болады. Ол дегеніміз қалай? Сіз бір ағзаңызды, бір органыңызды зерттеп, сол органыңызда жалыңыз болып, сол органыңызға шағымданып жүрген болсаңыз, ол гипотиреоз болып шығуы мүмкін. Мысалы айтатын болсақ, гинекология жағынан бедеулік, аналық бездің функциясының бұзылысы, оған этикр циклінің бұзылысы, аменорея, олигоменорея осылар жатады. Сонымен қатар ревматология жағынан полиартит, остеопения, полисинусит осылар жатады. Гастроэнтерология жағынан іш қату, өт тас аурулары, дискинезия желчно-выводящих путей осылар жатады. Психиатрия жағынан депрессия, деменция, сонымен қатар дерматология жағынан аллопеция, өкше, шынтақ терілерінің гиперкератозы, және кардиология жағынан диастолық гипертензия, жаңағы липидтік спектрлардың бұзылысы, брадикардия, гидроперикард. Яғни осылар біздің былайынша қарап отырсаң гипотиреозға қатысы жоқ органдар сияқты болып көрінуі мүмкін. Яғни қалқанша безге қатысы жоқ болуы мүмкін, бірақ маски гипотиреоза деген болуын білуіңіз керексіз. Яғни осындай даже гепатиттің болуы, хронический гепатиттің болуы себебі гипотиреоз болуы мүмкін. Сол себептен гипотиреоздың бар жоғын жылына бір рет болса да зерттеп тұру керек. Себебі эндокринологиялық аурулардың ішінде қант диабеттен кейінгі екінші орында гипотиреоз. Ерлерден қарағанда әйелдер 20 есе көп ауырады екен. Сонымен қатар гипотиреозды зерттеген кезде қандай анализ тапсырамыз? Ол бізде ТТГ, гипофизде бөлінетін, ол алдыңғы видеода түсіндіріп айтып өткен болатын. ТТГ, Т4 бос, Т3 бос, анти-ТГ, анти-ТПО. Және қалқанша безінің өзегін түсіреміз. Неге біз гипотиреоз дамиды деген сұрақ туындайды? Ең көп, яғни себептерінің бірі аутоиммунды тиреоидит. Аутоиммунды дегеніміз ол қалқанша безінің клеткаларын танымай, соған қарсы антитела түзіліп, атака жасайды. Мысалы айтатын болсақ, біз автобуста жүреміз, басқа жерлерде жүрген кезде ауру адамды жолықтырған күннің өзінде де біз ауырмаймыз. Себебі біздің ағзамыз, иммунитетіміз оған қарсы тұрып, антитела түзіп, бөтен затты ағзадан шығарып тастайды. Ал бұл кезде, аутоиммунды кезінде, ол қалқанша бездегі клеткаларды танымай, соған атака жасап, сол жерде қабыну процесі болады. Гипотиреозды көп жағдайда кездесетін осы аутоиммунды тиреоидит, және тағы бір жағдайы ол қалқанша безінің бөлігін немесе толық алып тастаған жағдайда гипотиреоз болуы мүмкін. Жалпы гипотиреоз болуының себебі өте көп.
Мен осы екі себептерін ғана айтып өттім. Және де егер қызықты болған жағдайда толық әлі ашатын боламын бұл тақырыпты. Сондықтан егер сұрақтарыңыз болса, комментарийде жазып кетіңіздер. Подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.